Қуандық Бишімбаевты қамауда ұстау уақыты 2 айға ұзартылды. Бұрынғы ұлттық экономика министрі 9 наурызға дейін қамауда болады. Ал күйеуінің қолынан айуандықпен қаза тапқан Салтанат Нүкенованың туыстары арнамызға берген сұхбатында оның бағалы заттар мен әшекей бұйымдарын әлі күнге дейін қайтара алмай жүргендігін айтты. Біраз шындықтың бетін ашқан марқұмның туған ағасы бүгінде сараптама қорытындысымен танысуды бастап кеткен. Қаралы ағайын туыс 11 томнан тұратын істі шамамен 1 ай қараймыз деп отыр. Елордалық әріптесім Айжан Шамшиддин тақырыпты тереңірек тарқатсын. Ең жақын адамынан бір сәтте көз жазып қалған Салтанат Нүкенованың туыстары әлі күнге дейін дел сал күйде. Құр сүлдері ғана қалған марқұмның ата-анасы бір апта бұрын ғана ауруханадан шығыпты. Әлеуметтік желіде жалғыз қарындасының ар-ожданын шырпыр болып қорғап жүрген Айтбек Амангелді болса, сот медициналық сараптаманың қорытындысымен танысуға Астанаға арнайы келген. Сот жақындаған сайын құрығы ұзын Қуандық Бишімбаев тамыр-танысының барлығын іске қосуда дейді. Другие министры тоже с ним плотно общались. Қуандық Бишімбаев еңгірі министрліктің тізгінін ұстады. Әлі күнге дейін билік тармағында оның жақын достары, таныстары бар сөзсіз. Қылмыс жасалған күннен бастап Бишімбаевтар отбасы барлық мүмкіндігін пайдаланғанын білеміз. Ықпалын пайдаланып кеткісі келеді. Олар бұл ретте адам өлімін ойлап жатқан жоқ. Балаларына қатаң жаза тағайындалатынын ғана уайымдауда. Олардың адам өлімін ойлап бас қатырып жатпағандығы Қуандықтың әкесі Уәлихан Бишімбаевтың үндеуінен анық көрініп тұр дейді Айтбек Амангелді. Жаңа жылға бірнеше күн қалғанда әлеуметтік желіге жүктелген видеода әкесі баласының әйелін өлтіргісі келмегенін айтып ақталғанды. Как родители мы верим, что наш сын не имел намерения убивать Салтанат. Он хотел строить с ней семью. Ішіндегі бар әттеген айын көпшілікке жайып салған Бишімбаевтар отбасына құдаларының айтары көп. Әлгінгі дейін келіннің әшекей бұйымдары мен бағалы киімдерін не үшін бермей отырғаны көпке сұрақ. Қайғылы оқиғадан кейін тергеуші Нүкеновтерді Қуандық пен Салтанаттың шаңырағына қыздарының заттарын алып кетуге шақырыпты. Алайда адвокаттары кедергі жасады дейді ағасы. Так как родители в Павлодаре в тяжелом состоянии были, у них больница. Ата-анам есеңгіреп ауруханада жатқандықтан Салтанаттың заттарын алып кетуге мен бардым. Үйде Қуандық Бишімбаевтың анасы мен әпкесі болды. Адвокаттары алдымыздан шығып кедергілер келтіруге тырысты. Ал туыстары кінәлі кейіпте танытпады. Қайта анасы Салтанаттың заттарын жерге лақтырып, әшекей бұйымдарының бірін де бермеді. Құнды дүниелердің біразын Салтанат тұрмысқа шықпай тұрып алғандығын ескерткім келеді. Қазір өз әйелін ұрып өлтірді деп айыпталған бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевқа қатысты тергеу амалдары аяқталған. 11 томнан тұратын істі қалалық полиция департаменті прокуратураға жолдамақшы. Ол үшін ең әуелі тараптар істің қорытындысымен танысып үлгеруі керек. Нүкенованың құқығын қорғамаққа бекінген адвокат Жанна Оразбақова сараптаманы қолына алған бетте адам өлтіруге қатысты талай іске қатыстым, бірақ мынадай сұмдықты бірінші рет көрдім деп отыр. Қылмыстық істің опасный рецидив деген несі бар. Сіз білесіз, ол алдында сотталған особо тяжкое преступление жасап, қылмыстық. Сондықтан ол жазасын өтемеген. Ол өтелмеген жазасы әлі бар. Сондықтан осы өтелмеген жазасымен қазіргі жаза қосылып, мүмкін өмір бақи бас бостандығынан айырылу мүмкіндігі бар. Қазір Қуандық Бишімбаев Астана қаласындағы тергеу изоляторында. Оның ол жақта өткізген әр күні 1,5 күнге есептелуде. Ал қайғыдан қан жұтып отырған Нүкеновтер отбасы Бишімбаевқа өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған жағдайда ғана Салтанаттың